Барлықтарыңа сәлем. Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз бірмішелер, бірмішелерді стандарт түрге келтіру, бірмішелерді көбейту және оларды дәрежеге шығару, бірмішелерді қосу және азайту тақырыбын өтетін боламыз. Енді бізде бірінші бірміше дегеніміз не? Бірміше сандардан, айнымалылардан және олардың дәрежелерінен көбейту амалы арқылы құрастырылған өрнек. Яғни бізде бірміше сандардан тұрады екен және айнымалылардан, яғни x, y, z немесе x-тің а, б деген сияқты айнымалылардан, яғни әріптерден және олардың дәрежелерінен x-тің квадраты, b-ның 5 дәрежесі деген сияқты дәрежелерінен және көбейту амалы арқылы құрастырылған өрнек. Бұл міндетті түрде көбейту амалы арқылы құрастырылған өрнек екен. Енді мына суретке назар аударсақ, осы жердегі алгебралық өрнек бірміше бола ала ма, бола алмай ма? Мысалы, мына жерде 2-ден 1 а-ның кубы көбейтіп b-ның 5 дәрежесі. Бұлардың барлығы көбейту амалы арқылы жасалынған және айнымалылардан және сандардан тұрыпты. Яғни бұл бізде бірміше бола алады. Ал енді мына тұрған екінші суретте 78xy-тің 6 дәрежесі азайту 5xy-тің 6 дәрежесі. Бұл жерде неге бола алмайды? Өйткені бұның арасында азайту тұр. Сондықтан бұл бізде бірміше бола алмайды. Мына жерде тура солай екінші мысалдары қосу тұр, сондықтан бұл бізде бірміше бола алмайды. Ал егер тек санның өзі тұрса да, бұл бізде бірміше бола алады. Өйткені бізде а-ның мысалы 0 дәрежесі ол 1-ге тең, кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең. Яғни бұл жерде айнымалылары 0 дәрежелі деген сияқты. Яғни құр санның өзі болса да, бізде бірміше бола алады екен. Енді біз мына тапсырманы орындап көрейік. Берілген алгебралық өрнектің қайсысы бірміше болып табылады? Біріншісі бізде АБ, А көбейту Б, яғни көбейту амалы және айнымалымен коэффициенттен түрі, бұл яғни бола алады. А мысалында тура солай сан және айнымалының дәрежелерінен тұруы, яғни бұл да бізде бола алады. Б мысалында бізде қосу амалы тұр, қосу амалы болғандықтан бұл бізде бола алмайды. В мысалы тек санның болса да бізде бірміше бола алады, сондықтан бұл да бізде бола алады. Г мысалында азайту амалы тұр, сондықтан бұл бізде бола алмайды. Г мысалында бізде минус таңба бұл, минус таңба тұр, яғни ол теріс таңбалы сан, бұл бізде бола береді. Яғни санның теріс таңбалы болғаны ешқандай бірміше бола алмайды деген емес. Яғни бірміше бола алады. Ал келесі Д мысалында бізде бөлу амалы тұрды. Бұл жерде с-ның 3 дәрежесі, яғни бөлімінде тұр, сондықтан бұл бізде бола алмайды. Яғни бірмішенің дәрежелері, бірмішенің айнымалыларының дәрежелері оң дәреже болу керек. Келесі Е мысалында тура солай айнымалы бөлімінде тұр, сондықтан бұл бізде бола алмайды. Ж мысалы тек санның өзі бірміше бола алады, сондықтан бұл бола алады. Бұл тапсырма түсінікті болса, бұл тапсырма түсінікті болса, бізде келесі математикада белгілі бір ретпен және қысқаша жазу үшін бірмішелерді стандарт түрге келтіреміз. Яғни бізде келесі тақырып бірмішелерді стандарт түрге келтіру. Бірмішелерді стандарт түрге келтіру үшін бірінші орынға барлық сандық өрнектерді көбейтіп жазу керек екен. Яғни бізде бұл бірінші қадам. Екінші қадам алынған нәтижені бірмішенің коэффициенті деп атаймыз. Яғни бұл теория түрінде, яғни осы сандардың көбейтіндісі бірмішенің коэффициенті деп аталады. Негіздері бірдей көбейткіштерді дәреже түрінде жазамыз. Яғни бізге осындай алгебралық өрнек берілген екен. Біз бірінші қадам бойынша ішіндегі барлық сандарды бірінші көбейтіп шығамыз. Яғни мына жерде тұрған минус 5-ті және 5-тен 3-ті бірінші көбейтіп аламыз. Бұл бізде бірмішенің коэффициенті деп аталады. Екінші, негіздері бірдей көбейткіштерді дәреже түрінде жазамыз. Яғни негіздері дегеніміз мынау А екеуінде де бірдей, А-ның 2 дәрежесі көбейту А-ның 8 дәрежесі. Бұны біз дәреженің қасиеті бойынша, егер екеуі көбейтіліп тұрса және негіздері бірдей болса, дәрежелері қосылады. Яғни 2-ге 8-ді қосамыз, А-ның 10 дәрежесі болады. Келесі бізде Б, Б-дан екеу екен тоже. Б-ның 7 дәрежесі, Б-ның 9 дәрежесі. Бұл да бізде Б-ның 16 дәрежесі болады екен. Ал Z-тің ешқандай да тағы да көбейту басқа жоқ, сондықтан оны тек жазып қоямыз. Яғни біз айнымалыларын стандарт түрге келтіріп алдық және оның коэффициентін тоже тауып алдық. Сосын барлығын біріктіріп жазатын боламыз. Яғни минус 3, А-ның 10 дәрежесі, Б-ның 16 дәрежесі, Z көбейту Z. Бұл бізде стандарт түрде жазылған бірміше. Сонымен бізде бірмішені стандарт түрге келтіру үшін алдымен оның коэффициенттерін тауып алуымыз керек. Яғни ішінде тұрған барлық сандарды көбейтіп шығамыз. Одан кейін негіздері бірдей көбейткіштерді, мысалы А-ның 2 дәрежесі деген сияқты негіздері бірдей көбейткіштерді дәреже түрінде жазамыз. Ендеше мына тұрған тапсырмаларды орындап көрейік. Бірінші А тапсырмасында бізде бірінші құрамындағы сандарды көбейтеміз. Бұл жерде 5, сондықтан 5 көбейту x-тің келесі уже айнымалылармен жұмыс жасаймыз.
Бұл жерде x-тің 3 дәрежесі болады, яғни негіздері x екеуінде де бірдей, мынаның 1 дәрежесі бар деп есептейміз. Сонда 1-ге 2-ні қоссақ, 3 дәреже. Бұл бізде стандарт түрде жазу. Мысалында бірінші сандарды 64 және 16, 64 және 16-тан 1. 64-ті 16-ға бөлсек, бізде 4 шығады. Сонда бізде 4, коэффициенті 4 екен, одан кейін b-ның бізде бірінші аны жазамыз, а-ның 9 дәрежесі, енді алфавит бойынша. Одан кейін b бізде 5, мына жақта 2 дәреже, сонда b-ның 7 дәрежесі. Яғни 2-ге 5-ті қосамыз. Келесі бізде b мысалы, жақындатып алайын, b мысалында бізде 4-тен 1, бірінші сандарын көбейтеміз дедік, 4-тен 1 көбейту, мына жерде бізде бұрыс бөлшекке айналдыру керек. 3, 3-ті 1-ге көбейтеміз. 3 және оған 1-ді қосамыз, сонда 3-тен 4. Және алдында минусы бар. Көбейту, тағы бізде мына жақта 3 бар, Так, мына жерде 4 пен 4-ті қысқартсақ, мында 3 пен 3-ті қысқартуға болады, сонда бізде минус 1 ғана қалады. Яғни бізде коэффициенті минус 1-ге тең екен. Енді келесі x-ті тапсақ, мында 1 дәрежесі бар, мында x жоқ, мында x-тің 10, 11 дәрежесі. Сонда x-тің 11 дәрежесі, келесі y 1 дәрежесі бар деп аламыз. 1 дәреже, мында 3 дәреже, сонда y-тің 4 дәрежесі, көбейту z. Z-пен көбейтілетін жоқ, онда z-тің өзі. Сонда бізде мынаны минус 1 жазбаймыз. Сонда x-тің 11 дәрежесі, y-тің 4 дәрежесі, көбейту z алдына минусы бар. Осындай болады екен. Келесі v мысал. Мысалында бізде жақшаның сыртында мында квадрат тұр екен, бірінші осыны ашып аламыз. Бізде квадратты жақшаның сыртында тұрған квадрат және іштерінде барлығы көбейту немесе бөлу болса, ол ішіндегі тұрған сандарға да айнымалылардың да барлығына тиесілі болады. Яғни біз минус 5-ті де квадраттаймыз, p-ны да квадраттаймыз, r-дің квадратын да квадраттаймыз. Сонда минус 5-тің квадраты көбейту p-ның квадраты көбейту r-дің квадратының квадраты көбейту 0,12 бұл бізде 1 бөлі 5, көбейту p-ның 4 дәрежесі. Енді осыны есептесек, бірінші коэффициенттерін есептейміз, яғни сандарын 25, 25-ті минус 5-тің квадраты 25, 25 қайттан 5-ке бөлсек, ол 5 болады. Сосын бізде p-ның 4, 6 дәрежесі екен бұл жерде. P-ның 6 дәрежесі, r-дің квадратының квадраты. Бізде яғни жақшаның сыртында дәреже тұрса, және жақшаның ішінде дәреже тұрса, бұл 2 дәрежені біз көбейтеміз, Сонда бізде r-дің 4 дәрежесі болады екен. Келесі бізде g мысалы. G мысалында тура солай бірінші сандарын көбейтіп шығамыз, Так, 15-тің квадраты 225, 225-ті 15-ге көбейтсек, 3375. 3375, яғни коэффициенті 3375-ке тең екен. Көбейту енді x-тің мында n дәрежесі тұр екен, ал мында 4 дәреже тұр екен. Онда n қосу 4 дәреже болады. Яғни біз негіздері бірдей, дәрежелерін тек қана қосамыз. Келесі y-тің 4 дәрежесі, мында 6 дәрежесі, көбейту y-тің 10 дәрежесі болады. Егер бөлі болса, дәрежелерін азайтамыз. Бірақ бізде бір мүшеде бөлі болмайды. Келесі g мысалында минус 32, m-ның 6 дәрежесі, p-ның n дәрежесі көбейту, мына жерде сыртында 2 дәреже тұр деген, бірінші соны ашып алайық. Бұл жердегі m-ға да, p-ға да, санға да тиесілі, бұл 2 дәреже. Енді бірінші осыны ашып алсақ, минус 2-ден 1-дің квадраты көбейту m-ның кубының квадраты көбейту p-ның n плюс 1-дің квадраты. Біз жаңа айтқандай, квадрат ол жақшаның сыртында және жақшаның ішінде дәреже тұрса, ол екеуі тек қана көбейтіледі. Мына жерде бізде 2-ден 1-дің квадраты бұл 4-тен 1-ге тең. Көбейту m-ның 6 дәрежесі, көбейту p-ның 2 жақшаның алдына түседі, яғни жақша болып түседі, ол n плюс 1 дәрежесіне тең екен. Енді тура мына жерде тоже ашып жазайық. 4-тен 1, m-ның 6 дәрежесі, p-ның 2n плюс 2 дәрежесі болады екен. Енді осыны алдында тұрған минус 32-ның айнымалылармен бірге жазсақ. Минус 32, m-ның 6 дәрежесі, p-ның n дәрежесі көбейту 4-тен 1-дің m 6 дәреже көбейту p-ның 2n плюс 2 дәрежесі болады. Енді осыны санда түрге келтірейік. Бірінші 32-ні 4-ке бөлсек, минус 32-ні 4-ке бөлсек, минус 8. Одан кейін m-ның 6 дәрежесі, мына жақта тоже m-ның 6 дәрежесі ма өзі? m-ның 6 дәрежесі. Онда m-ның 12 дәрежесі болады.
Ал мына жерде m-нің p дәрежесі көбейту m-нің 2n плюс 2 дәрежесі. Бұл жерде тоже бізде екеуі қосылады, иә? n қосу 2n плюс 2. Сонда бізде минус 8 m-нің 12 дәрежесі p-нің 3n плюс 2 дәрежесі болады екен. Бізде видео үзіліп кетті, сондықтан ғана қайтадан екінші рет шығардық. Енді бізде келесі нөлдік емес бір мүшенің дәреже көрсеткіші деген ұғым бар. Бұл бізде құрамындағы айнымалылардың дәреже көрсеткішінің қосындысы. Яғни, мысалы мына жерде 5k, яғни k-ның тек қана бір дәрежесі бар, яғни бұл жердегі бір мүшенің дәрежесі 1-ге тең. Мына жерде m-нің 3 дәрежесі бар. Бұл жердегі 3 дәреже болғандықтан бір мүшенің жалпы дәрежесі 3-ке тең деп айтамыз. Мына жерде үшінші мысалда a-ның 3 дәрежесі, b-ның 6 дәрежесі. Яғни бұл жерде 3-ке 6-ны қосамыз, сонда бізде бір мүшенің дәрежесі 9-ға тең. Ал тек қана сан болса, онда бір мүшенің дәрежесі 0-ге тең деп айтады екенбіз. Яғни бұл бізде бұл ұғымды да білген бізге пайдалы. Дәреженің көрсеткіші бір мүшенің құрамындағы барлық айнымалылардың дәрежелерінің қосындысына тең. Және бұл жерде көп ұмытып кететін нәрсе, мысалы бізде 30 а, b-ның квадраты, с-ның кубы деп тұрса, бұл жерде бізде бір мүшенің дәрежесі 5-ке тең емес. Мына тұрған а-ның бір дәрежесін ұмытып кетпейік. 1, 2, 3, яғни 6-ға тең. Бір мүшенің дәрежесі 6-ға тең екен. Келесі бізде біз бір мүшемен жұмыс жасаған кезде біз сандарға қолданылатын барлық арифметикалық амалдарды қолдана аламыз. Яғни көбейту, бөлу, қосу, азайту, дәрежеге шығару, яғни осының барлығын біз бір мүшеге қолдана алады екенбіз. Мысалы, енді амалдарды орындау ретін анықта және бір мүшелердің көбейтіндісін тап. Бізге 2а мен 3аб-ны деген екі бір мүшені көбейту керек екен. Ол үшін біз не істейміз? Бірінші, дәл жаңағы стандарт түрге келтірген сияқты, бірдей дәрежелердің коэффициенттерін белгілейміз. Яғни бірінші коэффициенттерді тауып, оларды жазып аламыз. Мысалы, мына жерде 2, 3, иә? 2 жеке-жеке коэффициент. Одан кейін, мынау бізде екінші неге қатысты? ә мысалына қатысты текст. Үшіншісі, көбейту амалының ауыстырымдылық және терімділік қасиетін қолданамыз. Яғни бірінші сандарды бірінші жазып аламыз, одан кейін құрамындағы бірдей айнымалыларды жазып аламыз, одан кейін барып тұрып оларды көбейтеміз. Яғни амалдарды орындаймыз. 3-ке 2-ні көбейтсек 6, а-ны көбейтсек а-ның квадраты, b-ның көбейтпеуі жоқ екен, сондықтан бізде b-ны құр өзін ғана жазамыз. Келесі ә мысалында бұл жерде сыртында дәреже бар екен, яғни мында сыртында куб тұр. Сондықтан бұл кезде не істейміз? Бірінші осы куб, яғни жақшаның сыртында дәреже тұрса, бірінші соны ашып аламыз, одан кейін барып қана амалдарды орындаймыз. Енді мына жерде сыртындағы кубты ашсақ, айттық қой бізде жақшаның сыртында тұрған куб, ол жақшаның сыртында тұрған дәреже, ол жақшаның ішіндегі барлығына тиісті. 2-нің кубы 8-ге тең, сондықтан мұнда 8. Одан кейін а-ның кубы а-ға тең. Одан кейін келесі 3-ке жақша мына аралықта болғандықтан бұл 3-ке қатысты емес, иә? 3 көбейту а-ның 3 көбейту 7, 21, b-ның 7 дәрежесі, яғни мұнда b-ның 1 дәрежесі бар, 1-ге 7-ні көбейтсек 7. Одан кейін біз дәрежелерді ауыстырып, яғни орындарын ауыстырып, бірінші стандарт жазамыз, одан кейін бірдей айнымалыларды жазамыз, одан кейін амалдарды орындаймыз. Бірінші стандарт жазып алсақ 8 көбейту 3, одан кейін а-ның кубы, а-ның 21 дәрежесі, одан кейін b-ы, өйткені b-ның жанында тағы көбейтілетіні жоқ. 8-ге 3 көбейтсек 24, а-ның 24 дәрежесі және b-ның 7 дәрежесі шығады екен. Бірінші бізде а мысалында, мына жерде жақындатып алайын қазір бір минут. Мына жерде жақшаның сыртында куб тұр екен. Бұл жақшаның сыртында куб, ішінде тұрған санға да, айнымалыға да тиісті, иә? Яғни мынаған да үшеуіне де тиесілі. Сонда бізде 2-нің кубы 8-ге тең, мына жерге тең десек, 2-нің кубы 8-ге тең, n-нің квадратының кубы. Яғни бұл жерде жақшаның ішінде және жақшаның сыртында дәреже бар. Екеуі көбейтіледі. n-нің 6 дәрежесі, p-ның 15 дәрежесі. Келесі ә мысалында минус 3, p-ның 5 дәрежесі, q-дің 3 дәрежесінің квадраты екен, иә? Бұл жерде тура солай жақшаның сыртында тұрған квадрат, ішіндегінің барлығына тиесілі. Бұл бізде көбейту мен бөлу кезінде ғана, иә? Қосу мен азайтуда бұлай болмайды. Дәреженің қасиеті яғни. Енді біз мына жердегі минус 3-тің квадраты 9-ға тең, p-ның 10 дәрежесі, екеуі көбейтіледі, q-дің 6 дәрежесі. Келесі мысалда 2-ден 1-дің кубы бұл бізде 1 бөлу 8, а-ның дәрежесі жоқ, мына жерде а-ның 3 дәрежесі, онда 1 мен 3 көбейтіліп, яғни 3 дәреже болады. b-ның мұнда 2 дәреже, 2 мен 3 көбейтілсе 6, көбейту 4-тің кубы бізде 64,
А-ның 12 дәрежесі, Б-ның 6 дәрежесі. Енді өз коэффициенттерін бірінші жазамыз, яғни екеуін шығарып аламыз. 64 8-ге бөлсек бізде 8, А-ның мына жерде кубы тұр екен, мұнда 12 дәрежесі тұр екен. Ендеше екеуі қосылады, 12 3-ті қоссақ, А-ның 15 дәрежесі. Б-ның 6, яғни Б-ның 12 дәрежесі. Екеуін қоссақ. Келесі В мысалында. В мысалында 10-ның кубы 1000-ға тең, көбейту x-тің 6 дәрежесі, y-тің кубы көбейту x көбейту y-тің квадраты. Енді бізде 1000 коэффициент басқа сан жоқ, сондықтан 1000-ды жазамыз. X-тің 7 дәрежесі, мынада бір дәреже бар деп есептейміз. Мына жерде y-тің 5 дәрежесі. Яғни 3-ке 2-ні қостық. Енді келесі мына Г мысалында бұл жерде бірінші мына тұрған дәрежелерді ашып алайық. -2-ның квадраты 2-ге тең, s-тің 2 дәрежесі, p-ның 8 дәрежесі көбейту 256-дан 1 көбейту s-тің 3-ге 2-ні көбейтсек 6 дәрежесі. Енді бірінші алдында тұрған коэффициенттерді есептейміз. 256-дан 1 және 2 бұл екеуін қысқартсақ 101 бөлу 128. S-тің 6 дәрежесі бар екен, мұнда 2 дәрежесі бар, онда қоссақ S-тің 6 78 дәрежесі. P-ның тек қана 8 дәрежесі бар, P-ның 8 дәрежесі. Осылай болады екен. Келесі соңғы мысалында 2x көбейту, мына жерде бізде 0 дәреже тұрыпты. 0 дәреже болса, біз кез келген санның 0 дәрежесі 1-ге тең екенін білеміз. Яғни мынау бізде толықтай 1-ге тең болып кетеді екен. Яғни әрқайсысын жеке-жеке есептесек те мынау 32-тен 1-іміз 1-ге тең болады. m-ның 3-ті 0-ге көбейтсек 0 болады да, ол жерден 1 шығады. Солаймен 1 көбейту 1 көбейту 1 болады. Барлығы 1-ге тең болады. Көбейту, мына жердегі жақшаны ашсақ, 3-тің квадраты 9, көбейту x-тің 10 дәрежесі. Сонда 9-ға 2-ні көбейтсек бірінші 18, көбейту x-тің 11 дәрежесі екен. Енді бізде келесі бізде стандарт түрде жазылған 2 нөлдік емес біріншілерді салыстыру. Енді бұл бізге не үшін қажет? Бұларды салыстыру, яғни бұл бізде біріншілерді қосу, азайту үшін қажет болады. Яғни мұнда тұрған 5xy пен 10xy-тің қандай ұқсастығы бар? Олардың және қандай айырмашылықтары бар? Стандарт түрдегі бірінші ұқсас деп аталады, егер әріптік бөліктері бірдей, ал коэффициенттері әртүрлі болса. Яғни ұқсас деп айтылады. Олардың әріптік бөліктері бірдей, яғни әріптері айнымалылары тура бірдей, дәрежелері де тура сондай бірдей болса. Яғни мысалы xy, мұнда да xy, яғни бұл екеуі ұқсас. Және коэффициенттері әртүрлі болса, алдында коэффициент мынада 5-ке тең, мынада 10-ға тең. Яғни бұл жердегі мынау 5xy пен 10xy ұқсас бірмүше деп аталады екен. Осындай екі мүшені яғни ұқсас бірмүше деп айтамыз. Мысалы, бізге 5x-тің квадраты y, ал мына жақта 10xy болып қалса, бұл екеуі ұқсас емес. Өйткені мына жақта x-тің квадраты тұр, мында x тұр. Яғни бұл екеуі ұқсас емес. Дәрежелері де, айнымалылары да бірдей болу керек. Мысалы, 5xyz, мына жақта 20xy болып қалса да, бұл екеуі ұқсас емес. Өйткені мына жақта z жоқ. Яғни дәрежелері де, айнымалылары да бірдей болу керек. Яғни осындай бірмүшелер бізде ұқсас деп аталады екен. Егер ұқсас мүшелердің коэффициенттері де тең болса, онда олар тең бірмүше деп аталады. Яғни мына жерде 10 болып тұрса, яғни тура бірдей болып тұрса, коэффициенттері де, айнымалылары да, 10 дәрежелері де бірдей болып тұрса, онда олар тең бірмүше деп аталады екен. Егер ұқсас мүшелердің коэффициенттері қарама-қарсы сандар болса, онда олар қарама-қарсы бірмүшелер деп аталады. Мысалы, -10xy плюс 10xy. Бізде плюс жазылмайды, x, y осы екеуі мысалы ұқсас, қарама-қарсы бірмүше деп аталады екен. Бізде егер бірмүшелеріміз стандарт түрде болмаса, оны ең бірінші біз стандарт түрге келтіріп, одан кейін ұқсас немесе ұқсас емес екенін ажыратамыз. Енді бізде келесі мына тапсырмада тең және ұқсас бірмүшелерді ата. Мысалы бізде біріншісінде a, b-ның кубы, a, b-ның кубы. Мұнда жоқ, a-ның кубы, b-ның кубы. Мына жерде куб тұр ма, квадрат тұр ма? Егер мына жерде квадрат тұрса, онда бірдей емес. Егер куб тұрса, куб қой, мына жерде 3 тұр ғой. Онда мына екеуі бізде ұқсас бірмүше екен. Қазір білінді. Вот. Мынаумен бізде A1 мен мына жерге ұқсас деп қояйын. A1 мен S3, егер мына 3 болса, ұқсас. Және тағы да x квадрат, y куб. x квадрат, y куб.
мына екеуі тең. Мынау мен мына екеуі бірдей тең болып тұр, яғни айнымалылардың коэффициенттері де айнымалылары да коэффициенттері де тең болып тұр. Сондықтан бұл тең. Так, А2 мен В1. В1. Так, бізде тағы П-ның 10 дәрежесі Q10 6-20. Мынау 6-20. Яғни бізде мынау тағы да бізде А3, так, В2 және С2. Осы үшеуі ұқсас екен, яғни тек айнымалардың дәрежелері және айнымалары бірдей, бірақ коэффициенттері әртүрлі. Мынада -8,4, мынада 7, мынада 6. Так, бізде мынау кетті, мынау кетті, мынау кетті, мынау кетті, мынау кетті, мынау кетті. Бізде мына екеуі қалды. Бұл екеуі де А куб Б. Онда бұл екеуі де ұқсас дейік. Так, бұл В3 пен С1. Мына екеуі де кетеді. Осылай ажыратады екенбіз. Енді бізге ұқсас бірмешелерді қосуға және азайтуға болады. Яғни бірмешелерді сразу біз қосып азайта алмаймыз. Олардың айнымалылары және олардың дәрежелері бірдей болса ғана оларды қосып азайта алады екенбіз. Ол үшін бізде қосудың үйлестірімділік қасиеті, яғни мына жерде А-сы көбейту Б-сы, онда біз с-ны жақшаның сыртына шығара аламыз. Яғни екеуінде де өйткені с бар. Екеуінде де с бар, сондықтан оны жақшаның сыртына шығара аламыз. Сонда А қосу Б жақшаның ішінде және с жақшаның сыртында болады. Енді осылай, тура осылай, мына жерде 11x-тің квадраты y-тің кубы қосу 5x-тің квадраты y-тің кубы. Бұл екеуі ұқсас бірмеше, және бізде x-тің квадраты y-тің кубын жақшаның сыртына шығарған. Одан кейін жақшаның ішінде бізде тек 11 мен 5 қана қалды. Сосын бұл екеуін қосқан, 11-ге 5-ті қоссақ 16, x-тің квадраты y-тің кубы болып тұр. Азайту кезінде тура осылай, бізде ұқсас мүшелері x ұқсас бірмеше екеуі, сосын жақшаның сыртына x квадрат y кубты жақшаның сыртына шығарған, одан кейін тек коэффициенттерін ғана азайтқан. Сонда бізде 8x квадрат y куб шыққан. Мына жерде тура солай. Бұл жерде бізде коэффициенттері тең екен, яғни бұл екеуі тең бірмешелер, тең ұқсас бірмеше ме еді, қалай айтылатын еді жаңа? Тең бірмешелер. Өзім ұмытып қалдым ғой. Тең бірмешелер екен. Сондықтан бұл екеуінің айырмасы 0-ге тең. Яғни 4-тен 4-ті азайтты, 0 болды, 0 қандай санға көбейтсек те біздің 0-ге тең. Енді бізге тапсырма мынаны орындау керек екен. Бұл жерде бізде бірмешелер бірдей, яғни жақшаның сыртына, бірмешелер ұқсас, сондықтан айнымалыларын жақшаның сыртына шығарамыз. Б кубты жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның ішінде бізде 7 қосу 5 қалады. 7-ге 5-ті қоссақ 12, 12 АБ куб. Азайтқан кезде тура солай, жақшаның сыртына біз АБ кубты жақшаның сыртына шығарамыз. Так, нәтиже 7 азайту 5, 5, 6, 7, 2 болады екен. 2 АБ куб шығады екен. Қорытындыда ұқсас бірмешелерді қосып немесе азайту үшін олардың коэффициенттерін қосып немесе азайту жеткілікті. Яғни бізде алдында тұрған коэффициенттерін қосып азайту жеткілікті. Енді сонымен бүгінгі осы қосу азайтуды қорытындыласақ, барлық бірмешелерді стандарт түрге келтіру керек. Біріншіден. Екіншіден, барлық бірмешелері ұқсас болса, ішіндегі барлық бірмешелері ұқсас болса, ұқсас бірмешелердің коэффициенттерін қосындысын немесе айырмасын табамыз. Ал егер барлық бірмешелерінің ұқсас болмай қалса, онда Енді осы бірмешелерді қосу және азайту алгоритмін қайталап шықсақ, барлық бірмешелерді стандарт түрге келтіреміз. Бірінші, егер барлық мүшелері ұқсас болса, ұқсас коэффициенттерінің қосындысын немесе айырмасын табамыз. Ал егер барлық мүшелері, яғни барлық бірмешелері ұқсас болмаса, бірмешелерді қосу және азайтуды орындауға болмайды. Яғни біз жаңа айттық қой, мына жерде қорытынды ережеміз. Ұқсас бірмешелерді қосу немесе азайту үшін олардың коэффициенттерін қосып азайтамыз. Ал егер олар ұқсас болмаса, ондай амалды орындай алмаймыз. Егер осы видео түсінікті болған болса, осы жерде тұрған сұрақтарға комментарийға жауап беріп кетсеңіздер болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сабақ пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп кетсеңіздер болады. Келесі сабақ жақын арада шығарылады.